Алматы облысы, Алакөл ауданы, Шарал қаласы, Шарал қазақ гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Машаева Жанар Тұрғанбайқызы. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде дүниетану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы біз қалай тамақтанамыз. Сабағымыздың мақсаты тамақтану режимін сақтаудың қажеттілігін, ежелгі және қазіргі заманғы адамдардың тамақтану ерекшеліктері туралы білесіңдер. Тағам және сусын түрлерін ажырата алатын боласыңдар. Тамақтану режимін сақтаудың маңыздылығы туралы әңгімелейсіңдер. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ежелгі заман адамдары мен қазіргі заман адамдарының тамақтануының ерекшелігі қандай? Айырмашылығы бар ма? Иә балалар, дұрыс айтасыңдар. Ең алғашқы адамдар жылы жерде өмір сүрген, сондықтан олар жылы киім туралы қамданбады. Үйлерді қолайсыз ауа райынан және жыртқыш аңдардан қорғану үшін салды. Олар көп уақытын тағам іздеуге жіберетін. Сол уақытта жер бетінде мамонттар болған еді. Ежелгі адамдар мамонттарды алдын ала жасалған шұңқырға қуып кіргізетін. Олар ұзақ уақыт бойы тағамды шикідей қолданды. Кейіннен адамдар тамақты отқа пісіруді үйренді. Мұндай тағамның дәмді әрі пайдалы екенін түсінді. Алғашқы адамдардың тамақтану ерекшеліктері жайлы бейнежазбаны назарларыңызға ұсынамыз. Біздің ата-бабаларымыздың дәстүрлері. Алғашқы адам жабайы өсетін дәндерді, жеміс-жидектерді жинап, жануарларды аулаған. Біздің ата-бабаларымыз аң аулау мақсатында жабайы аңдар соңынан еріп, әрдайым бір орыннан екінші орынға жылжып отырған. Алғашқы адамдардың қоғамдық ұйымы күрделі де ұзақ даму жолынан өтті. Оның бастапқы кезеңі алғашқы тобыр бірлесіп, қорғану және шабуыл жасау, аң аулау және жиын терін үшін бірлесу болды. Балалар, біз ежелгі адамдардың қалай тамақтанғанын көріп білдік. Енді біз қазіргі адамдар немен қалай тамақтанамыз? Жарайсыңдар, дұрыс. Біз ет, ұн, жемістер мен көкөністер, сүт өнімдерін пайдаланамыз. Және оларды пісіріп жейміз. Үйде, ас бөлмесінде, немесе арнайы тамақтану орындарында тамақтанамыз. Балалар, сендер күнделікті қандай тағамдар қолданасыңдар? Иә, әртүрлі тағамдар жейсіңдер, сусындар ішесіңдер. Тағам және сусын адамның тіршілік ету үшін қажет. Олар күш береді және шөлді қандырады. Тамақтану ережесін сақтау да денсаулық үшін маңызды. Келесі кезекте балалар, дұрыс тамақтану бейнежазбасына назар аударыңыздар. Кел, Дана, отыр. Данажан, бүгін мен сенің аспазың және даяшың болып, саған қызмет етем. Қандай керемет? Есіңде болсын, біз өз денсаулығымызға пайдалы тағамдарды таңдап ішуіміз керек. Ол қандай тағамдар? Ас адамға күш беретін қуат көзі. Ас қорыту жүйесі ішкен асты қорытып, ондағы нәрлі заттарды бойымызға сіңіреді. Деніміз сау, мықты болып өсу үшін ағзаға нәрлі заттар көп қажет. Мысалы? Мәселен, сүт, айран, йогурт пен ірімшіктің құрамында кальций көп. Ол біздің сүйектеріміздің беріктігін қамтамасыз етеді. Көкөністер, жаңғақтар және бұршақтардың құрамында адамның терісіне, көзіне, шашына қажетті дәрумендер бар. Ал құнарсыз тағамдар қандай болады? Құрамында пайдалы заты аз, керісінше денсаулыққа зиян, тұзы, майы, қанты көп тағам құнарсыз тағам болып саналады. Мұндай тамаққа әуес болмаған жөн. Қанты көп деме? Иә, Дана. Құрамында қанты көп, торт, печенье, балмұздақ, кәмпиттер,
басқа да кондитерлік тағамдар мен түрлі тәтті сусындар адамның көңіл күйіне және өзін-өзі жақсы сезінуіне әсер етеді. Бұл тағамдарды ішкен кезде күш-қуатың тез артып, өте белсенді болғаныңмен, көңіл күйің тез өзгеріп, ашуланғыш немесе сылбыр күйге түсесің, тез шаршайсың. Ал майлы, тұзды ет, шұжық, бәліш, самса, тағы да сол сияқты ауыр тағамдардың салдары уақыт өте келе білінеді. Мұндай тамаққа әуестік асқазан ауруларын алып келуі мүмкін. Сондықтан құнарсыз тағамдардың орнына мүмкіндік болса, құрамында пайдалы заттары көбірегін таңдау керек. Міне, мына суретте күнделікті тамақтану кезінде тағам топтарының ара салмағын қалай үйлестіру керектігі көрсетілген. Сонда жемістер мен протеиндерге қарағанда көкөністер мен жармаларды көбірек жеу керек екен ғой. Иә. Балалар, осы сабақтан алған білімдеріңді пайдаланып, келесі тапсырмаларды орындайсыздар. Бірінші тапсырма сәйкестендір. Алғашқы адам нені азық еткен, қазіргі адамдар немен тамақтанады. Соны анықтап, сызықпен қосасыздар. Жақсы балалар, сіздер өте жақсы орындады деген ойдамын. Дұрыс жауабымен тексеріп алыңыздар. Алғашқы адам ет, жеміс, балық, тамырмен тамақтанған екен. Қазіргі адам айран, ірімшік, ет, торт, балық, жемістер тұтынады екен. Екінші тапсырма түртіп алу. Өзіңіздің тамақтану режиміңіз жайлы әңгімелейсіз және пайдалы тағамдарды түртіп қоясыз. Жарайсыңдар балалар, өздеріңнің тамақтану режимдерің туралы ата-аналарыңа әңгімелеп берді деген ойдамын. Енді пайдалы тағамдарды дұрыс анықтағандарыңызды тексеріп алыңыздар. Сонымен пайдалы тағамдарға ірімшік, жемістер жатады екен. Оқушылар, бүгінгі сабақты түсінгендеріңізді білу үшін сәйкестендір тапсырмасын орындаңыздар. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас мәзірін анықтап, сәйкестендіріңіздер. Осы тапсырманы Telegram қосымшасы арқылы көре аламын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.